Сәлем достар. Мен бұл Хлебрин. Сәтжаңыз дегенім ғой. Біз бүгін выживание, қазақша выживание екінші шығарамыз. Ал ендеше кеттік. Так, біз бүгін қазір үйімізді үлкейтейік. Так, көрші. Тоже что ли? Опа, пышыққан кезде бар. Қойып қойды. Ағашты алайық. Ана қыба ведьма жасықта. Көп көрейін. Не істеп жүрмін мынау? Кет жоғыл, кет. Ұпыстайын так. Мына мені ұрып жатыр, Кеттім, мен өзіме өлтірейін ендеше. Не оқытты ойбай. Кетпе жағында. Бұл выживание қазақша 6-ға дейін барады. Сондықтан үшінші қазақша выживание үшінші шыққысы келсе 150 лайктан асырамыз. Потом 150 подписчик. Соны асырсаңдар мен өте көп видеолар жіберемін. Мен бұл видео сіздер үшін арнадым. Комментарийға жазып кетіңіздерші, менің видеом ұнады ма, ұнамады ма? Так, ағыстырып. Haydi ülkeyim. Потом менің видеоларымда көп лайк баспай, комментарий жазбаймын, подписчик баспаймын. Кетпеңіздерші өтініш. Ал менің оқушыларым махаббаттың не екенін сезінетін болған. Айтпақшы, махаббат демекші. Менде шешелерімді мектепте жүргенде үйді үлкейтейін. Отстал. Olsan бірге қуанатын, мойсам жанымнан табылатын отбасынан едің. Бақытты отбасы болу үшін қолында. Бай дос, жаман шықпайды ғой. Так, жан-жаққа қойып шығайын деп тұрды. Бізге емес.
мен бірге болыңыздар. Бесінші так ертең жасайын бой комдағы. күрестен ауданның чемпионы болады. Aslında ağaçta tutun. Ben қазір туа келіп шашап кеттім де. Білесізден басақ бүгін түнде сағат түнде 12-ден бір болып қалды. Майнкрафттардан, ал өзімнің де түн. Ne kopşayın ağaçtırdım. Ал енді айтуға да естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл, өзіңе де ұнамайды. Майрабай, мен қалып қойдым. Так, наш бен цвет жасайын. Апай, мен де сол жерден Пакел. Үйімізде кішкене болсын жақсарды. Азан батқан соң мен бүгін не істесем болады. Галымды тәндеп үйге заттар жасайтын боламын. Ал үшінші сезонда мен болсам алтын іздеймін. Так, мен сындырып жей қоyayım. Апай, бұл сыныптардың бәрін аралап шыққан. Ешкімде артық қалған жоқ екен. Сен жетіп бар, көрші мектепке барып келмей ме? Қайда көрші мектеп отыр. Апай, немен жазамын? Маған десе қарындашпен. Мына жей қойдым. Мен көп сөйлемей отқандай. Кешіріңіздер, өзім негізінде бұйрық келіп тұрады. Сол үшін өтінемін, кешіріңіздер. Содан кейін бұдан былай артық қалам алып жүріңдер. Атса, зомбиға жоқ отыр. Yok, қорқынышты сынай. Ой, мен шошып кеттім ғой, как же, өліп қалмайын. Қашайын.
Ойбой, апам. Үйге кіріп кетейін, үйге кірейін дегенде я бұл әңгіме. Үйге кіріп кетейін. Ол бұжыманы өте қауіпті болмақ. Шошып кеттім ғой достап, білесіздер ма? Ё-май, шошып кеттім ғой. Прикиньте. Сәл болмады өлездім. Şimdi küçük тұрайын. Ашып алмайын. Мәз саған сынақ өртіп салсың. Йос кірет жас. Так не істесем болады. Так далаға шығайын десем түн. Түн боп шығайын десем сонда да скелетте жүр. Оларға менің күшім мүлдем жетпейді, білесіздер ма? Не істесем болады. Ой, шығып кетіппін ғой мысқа, не істеймін? Скелет жо, не істеймін? Мына сілтман қапсың қаңдар. Ой, атып тастайды ғой мені қазір. Беке ашыппын. Маған тиіп кететін болды ғой. Көздеріңді көрсететін уақыт келді. Арамызда алғаш қатып жатқан спортшылар да бар. Ең бастысы қол ашпаңдар. Бапкер, ұстап болады ма? Мәсі. Тезін қойып қойын қайттан. Оның алты керек. Бапкер барлығы 900 ғой. Ол мен шаруам емес. Алтын алмағандармен ертеңмен жұмыс жасамайды. Енді алтын алған боксшы өзі сені жастық кондукцияны сөзді ғой. Алғаш жарысқа қатысып жатқанда бір қадам алдыға. Зомби. Сен бүгін алғаш жекпе-жегіңді оны жеңу керексің. Неге оңай? Өзің деп қойғансың ғой. Кез келген қарсыласын Өлтіріп тастайын мына зомби. Так, надо істелемекке. Мына азан қойғаным өтті, кешірім сұраймын, маған бұл қоюға тым керек болды, білесіздер ма? Так, өзіме забор жасайын. Забор. Сізге пәтер керекті? Ойбай қашайын. Скелет ана киім киіп апты ғой. Өлтірейін оны. Вау. Өліп сансып екенде. Так, забор соғу үйге барайын. Жозайды. Біз өзіміз үлкен көлемде пластикті өндірумен айналыстық. Сондықтан әлеуметтік пайдасы бар оқыту машинасы. Вау! Осы Осы жұмысты дау болайын ше. тәжірибені жалғастырып біз балалар мен жасөспірімдерді бөлек топталдық.
Так, тым көп болған, тым әдемі, тым күшті. Осыға жетіп қалатын маған үйге барып, не завод жасайын, иә, завод жасайын үйге барып. Вот, жетеді осыға. Біз табиғатқа етене жақын болады. Так, бұйға салыш. Экологиялық коллапсты болдырмай, Taslayın, болды, кешіріңіз. Так, үйге барып завод жасайын. Үйге барып завод жасайын. Принцесса Геннадий готовится стать королевой. Но чтобы взойти на трон, ей необходимо выйти замуж. Энн Хэтэуэй в поисках жениха. Смотрите. Осы заводдан екілік жетіп қалады. Принцессы 2. Давай, пустим. Семейное время на телеканале Хабар. Так, нақты мен завод жасап шығайын. Yok, ағайынағаны дұрды. Қазы болма. Бүгінде қалма. күндері мәдениетін күндері көрген сияқтымын. Сен басың істейін ма? Бұны тапта алмайсың ба, Жомай? Бас киімдеріңді тартып алады. Мен сияқты ақылды жігіт. Нақты мен завод жасап шығайын. Қайда дейсің ғой? Қашан? Мен бос емес. Жігітің бар ма? Жігітім жоқ, бірақ Негізінде менің бір бомж деген бауырым болған, бомж деген. Ол бомж дегенде аты, шын аты Нубик. Ол Нубик қазір джунглиде қыдырып жүр, джунглиде. Ол джунглиде қыдырып жүрген соң, ол маған 3-ші сезонда қонаққа келеді. Ежелгі түрік тілін аударғанда, Иә, қонаққа. мағлұмаларынан бірі. Бірақ кішкене кәтейген ба, төзілген. Иә, лайк 150 лайк және де 150 подписчик жинасаңыздар Нубикті көресіздер. Бұл жерге жатып алып. Асты жариялайды. Сен не сөйлесіп па, Тұрсай? Алмайды. Мәссаған, Марал. Жігіттерді қайдан аласың ғой? Күндей тұршы. Келіспегенше тұрмай. Ойланып көрейін. Достар, қайталап өтейін. 150 подписчик, 150 лайк жинасаңыздар, мен Нубик деген бауырымды көрсетемін. Шары. Ана қанаттың жемістері жақсы дәмді тамақ пісіріп қояды. Ой жеге, мен ешқандай да күнәм жоқ. Ана кезінде күрештен алған дипломдарымды беріп, кешке балаларымды өткенде Ақыр іздеп жүрген шахматтан алған дипломды көресіз? мен мақтаншақ деп өзіңді мақтанайын деп отырсың ғой, иә? Жүргіншіға қан костюм жаралады. Сәлеметсіз. Мен бір нәрсе өтінсем бола ма? Қарындас, менен бір нәрсе емес. Мына жерге жетпей қалмай бұнда. Жігітім болыңызшы? Мен? Иә. Неге бірден? Жоқ, мен сіздің қазір менің жігітім керек. Ол шамалығы өте өзі. Ал қазір сіз менің қазіргі жігітім ретінде оны шамалы қорқытып алсаңыз болады. Жігітіңіз. Патымен несіне? Одан қорқпаңыз қатты. Мүмкін әкемен келгенсің, ә? Жоқ, ол әскерге алмай қойған. Иә. Көрмеден түспеген ба? Тұзақ ұстап қойдым мен де естен. Енді білім керек шығар. Мен әңгімелесіп жатсам. Құдай Құдай қаласа, шылым ғой, көре жатасың. Егіп қояйын.
сосын кейін жеймін. Забылда дайын, үйде дайын, есік алды дайын, заттар дайын. Sen yemeğe bu dans koyup, o yemeği kadirge şirketten